Бүгін мынандай бір жаттығу қарастырайық. А матрицасы берілген, аның 20 дәрежесін қалай есептеуге болады. Бұл есепті спектрлік теорема бойынша есептеп көрсетейін. Алдымен А матрицасында 3 матрицаның көбейтіндісі түрінде жазуға болатындығын ескертем, егер А матрицасы симметриялы болса. Енді бұндағы Q дегеніміз қандай матрица? Бұны құру жолын қарастырайық. Q ортогональ матрица. Ол меншікті векторлардан құралады. Оны алдымен меншікті мәндерін есептеп алайық. Характеристикалық анықтау үшін құрып, екі меншікті мән болады. Ал лямбда деп отырғанымыз бұл диагональ матрица меншікті мәндерден тұратын. Міне лямбда біріміз 3-ке тең, сәйкесінше меншікті векторымыз V1. Бұл 1/1 деген меншікті вектор. Енді осы вектордың ұзындығын табамыз да, V1 векторын бөлетін болсақ, онда ол нормаланған меншікті вектор болады. Сәйкесінше біз лямбда 2 тең 1 меншікті мәніне сәйкес меншікті векторы дәл осыған ұқсас есептеп шығамыз. Оның нәтижесі міне өздеріңіз көріп отырғандай 1 бөлінген түбір астында 2, 1-ден -1. Міне осы Q1 мен Q2-ден біз үлкен Q матрицасын құрамыз. Екінші қадамда міне лямбда диагональдық матрицасын құрамыз. Ол бас диагоналінде 3 пен 1 меншікті мәндері тұрады, қалған элементтер 0. Енді осы тапқан Q және лямбда матрицаларын апарып орнына қоятын болсаңыздар, А матрицасының мынандай 3 матрицаның көбейтіндісінен тұратындығын көруге болады. Мұны өздеріңіз ашып тексеріп көріңіздер. Енді біздің негізгі мақсатымыз Аның 20 дәрежесін есептеу. Енді біз спектрлік теоремадан шыққан формуланы 20 дәрежелейтін болсақ, яғни өз-өзіне біз 20 рет көбейтуіміз керек. Енді бұл жерде бір ескеретін жайт, мына Q транспондерленген матрица мен Q-дің көбейтіндісі бұл бірлік матрицаға тең. И дегеніміз бұл жерде бірлік матрица. Ортогональ матрицалардың анықтамасы бойынша. Оны өзіңізде тексеріп көрсеңіз болады көбейтіп. Енді бұндан керемет мынандай Аның 20 дәрежесіне Q көбейтілген лямбданың 20 дәрежесі көбейтілген Q транспондерленген матрица деген әдемі формула шықты. Енді диагональ матрицаны 20 дәрежеге шығарғанда, сәйкесінше оның бас диагоналында тұрған элементтері 20 дәрежеленеді. Енді мына 3 матрицаны көбейтетін боламыз. Алдымен бастапқы 2 матрицаны көбейтіп аламыз, одан кейін пайда болған матрицаны 3-ші матрицаға көбейтеміз. Нәтижесінде міне мынандай әдемі нәтиже шығады. Бұны есептеп көрсеңіздер болады. Енді осы видео ұнаса, менің каналыма тіркеліңіздер, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сау, сәлемет болыңыздар.